Жалаң зертханалық жұмыстарына қош келіпсіңдер. Бүгінгі өтетініміз зертханалық жұмыс нөмір 6. Жұмыстың тақырыбы Java тіліндегі басқарушы операторлар. Жұмыстың мақсаты switch шартты операторын қолдану ерекшеліктерін игеру, және жұмыстың тапсырмасы пернетақтада енгізілген жылдың қазақша жыл санауындағы атын шығаратын бағдарлама жасаңыз. 6-шы зертханалық жұмыстың тапсырмасын орындауға кірісейік. Ең алдымен айнымалыларды белгілейміз. Integer типті жыл b және k, және string типті. Жұмыстың тапсырмасына бізге енгізілген жылға байланысты қазақша жыл санауындағы атын шығару керек. Ең алдымен қолданушыға сәйкесінше хабарламаны жібереміз. System out println сіз қай жылы тудыңыз? Ол мәліметтерді жыл айнымалысына меншіктейміз. Енгізу next end енгіздік. Енді бізге осы жылды 12-ге бөліп, оның қалдығын есептеу керек. Ол бізге қазақша жыл санауындағы атын білу үшін керек. b-ға меншіктейміз. Жылды бөлеміз 12-ге. Бірақ егер біз бұл операцияны жүргізетін болсақ, бізге қате көрсетеді, себебі мұнда бізде бөлу операциясы қолданылған, ал бүтін типті айнымалы үшін бұл қатені көрсетеді. Ол үшін мен оның алдында integer типті int деген операторды қолданамын. Бұл оператордың қолдану себебі бұл тағы да осы операцияның тек қана бүтін бөлігін алады. Қалдық бөлігін табу үшін біз жыл айнымалысынан оның бүтін бөлігін азайтамыз. Яғни b-ні көбейтеміз 12-ге. Енді switch операторына көшеміз. Switch k. Енді case 0. Яғни қалдығы 0 болатын болса, str айнымалысына біз machine деген мәнді меншіктейміз. Яғни егер қалдық 0 болса, ол machine жылы туылды дегенді білдіреді. Сәйкесінше бұл мәліметті біз көшірмесін жасап, енді бер жақта өзгертеміз. Және мына жердегі мәліметтер machine, тауық, ит, домыз, тышқан, сиыр, жылан, жылқы, қой. Және үнсіз келісім бойынша default біз str-ге ешқандай мәнді меншіктемейміз. Яғни жай
осы қалдық арқылы біз оның қай қазақша санауы бойынша қай жылы туғанын білеміз. Енді ол мәліметті экранға шығарамыз. System out print line сіз str жылы туылдыңыз. Енді бағдарламамызды тексерейік. Сіз қай жылы туылдыңыз? 1989.